Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Сізді дәл осы жерде көргеніме қуаныштымын. Және де біз бүгін қаламыздың Горка Дружба атты ықшамауданындамыз. Яғни бұл жер бізде Достық төбесі, Достық төбешігі деп аталады. Және де дәл осы ықшамауданға 1975 жылы атауы берілген екен. Қаламыздың көптеген тұрғындары, яғни біздің теміртаулықтар, дәл осы жерді негізінде Махаббат төбесі деп атайды екен. Қалай ойлайсыз, неге? Дұрыс, бұл Махаббат төбесі. Біз семьямызбен, отбасымызбен келіп тамашалайтынбыз. Осы төбешіктен қаланың көрінісі әдемі көрінетін. Алайда тағы бұл жерде 1950 жылы көптеген қаламыздың жастары дәл осы жерде орналасқан кішігірім би алаңында және де Қайынның көлеңкесінде көптеген ғашықтар осы жерде кездескен. Және де 1959 жылдың мамырында жүздеген ұлдар мен қыздар мұнда саябақ салу үшін Махаббат төбесіне келді. Алайда іс жүзінде негізі осы ағаштардың ешқайсысы тамыр жайған жоқ, өз ішіне өспеді. Және де оған негізі себеп 1959 жылы болған тамыз айындағы Теміртау магниткасының құрылысшыларының арасында болған көтеріліс болды десек те болады. Өйткені осындай да версия бар. Және де бұл тұжырымға қарайтын болсақ, бұл жерде көптеген сол кездегі көтеріліске бастаушылар дәл осы Махаббат шоқысы арқылы қашпақшы болған. Алайда оларды дәл осы жерде қамауға алып кеткен екен.